Ассалаумағалейкум ұстаз. Отбасы құрғанымызға 8 жыл болды. 9 жылға өтіп бара жатыр. Перзентіміз жоқ. Қандай дұғалар оқысам болады? Құрметті жаңа отбасылар және жанұялар. Перзент бұл Алланың нығметі. Бәріміз білеміз, жаратқанның қаласа кімге ұл береді, кейбіреуге қыз береді. Мүмкін екеуінде бермеуі Алланың қолында. Бірақ айтпақ болғаным, ең бірінші дәрігерге көрініңіздер. Тек қана дұға оқып, тек қана ертеден кешке дейін отыра беру бұл шешім емес. Бұл бүгіннің қателігі деп айта аламын. Сондықтан бірінші орында дәрігерге көрініңіздер. Дәрігердің айтқан барлық ұстанымдарын ұстаңыздар. Сонымен бірге дұға оқыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолын ұстанған ұлы сахабалар, кейінгі ата-бабаларымыз астағфирулла деген көп айтыңдар деген. Яғни ей Құдайым, мені кешір деп әйелі де күйеуі жиі айтсын. Неге? Өйткені кім күнәсінен құтыласın десе истиғфар айтсын дейді. Бұл астағфирулла, я Алла, мені кешір деген сөз. Ал енді күні бұл адам не болады? Кешірім сұраған сайын күнәсіз болады. Ал күнәсіз адамның